Microsoft Excel курсы парақтарды көшіру, орын ауыстыру және де түсін өзгерту. Біздің бірінші парағымызда қаңтар деп аталатын. Алдыңғы сабақтарымызда жазған ақпаратымыз тұр. Ал қалған парақтарды біз жақында ғана қостық, сондықтан оларда ешқандай ақпарат жоқ. Бізге қандай да бір себеппен осы қаңтар деген парағымызды көшіру керек болды. Яғни көшірмесін жасау керек болды деп есептейік. Онда біз осы парағымызға тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, переместить или скопировать бөлігін таңдаймыз. Енді біз парағымызды тек қана орын ауыстырғымыз келсе, қандай парақтың алдына қоятынымызды таңдаймыз. Және де окей батырмасын бассақ, парағымыз тек қана орнын ауыстырады. Ал орын ауыстырумен қатар, біз создать копию деген бөлікке белгіше қоятын болсақ, онда негізгі таңдалған парағымыз орнында қалады да, орын ауыстырған парағымыз оның көшірмесі болады. Қаңтар парақшасының көшірмесін соңына қояйық. Парақтарымыздың тізіміндегі ең соңғы болып бізде қаңтар парақшасы қайтадан түсті және жақсаның ішіне бұл нешінші көшірмесі екені көрсетілген. Біріншісі бізде берілген, міне ол тұр. Ары қарай бос, таза парақтар, кейін біздің көшірме парағымыз. Осы берілген парақшаның атын өзгертіп, алдыңғы сабаққа толықтыру болу үшін парақтың атын өзгертудің жаңа бір жолын көрсете кетейін. Парақтың атын өзгерту үшін біз осы параққа 2 рет тінтуірдің сол жақ батырмасымен шетсек жеткілікті. Біз бірден парақтың атын өзгерту мүмкіндігіне көшеміз. Осы жерде қаңтар 2 сөзін өшіріп, мамыр деп жазайын. Сонымен қатар біз парақтардың орнында ауыстыра аламыз. Көріп отырсаңыз, біздің аяттары дұрыс ретпен орналаспаған. Ақпан айын өз орнына қояйық. Ол үшін біз тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, осы парақты қозғаймыз. Қара үшбұрыш белгісі бізге парағымыздың қай жерге түсетінін көрсетеді. Қазір біз парағымызды қаңтар айынан кейін орналастырамыз. Қандай да бір парақты көп парақтардың ішінде ерекшелеу керек болатын болса, онда біз сол парақтың жазуының түсін өзгерте аламыз. Ол үшін парағымызға барып, тінтуірдің оң жақ батырмасын басып, цвет ярлычка бөлігіне келемізді, қалаған түсімізді таңдаймыз. Парақша белгіленіп тұрған кезде ол анық көрінбейді. Егер басқа парақшаға барсақ, түстің өзгергенін бірден аңғаруға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.